Саламатсыздар ма, құрметті менің достарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге запеканка жасап көрсетсем деп едім. Бірінші тартылған фарш, екінші 3-4 бал картошка, 2 пияз, 2 жұмыртқа, майонез, тұз, кішкене ұн қажет болады бізге. Енді ол үшін картошкамызды алып сақтап тура қаламыз. Теркадан өткізсеңіздер де болады, сақтап турасаңыздар да болады, солонка. Мынандай болса болады. Өткізілген етімізді саламыз. Сақтап тураған картошканы саламын. Енді осының үстіне пиязымды тура қаламын, сақтап. Пиязды былай тура. Үшке бөлсек болады. Осындай үлкендік болады пиязымыз. Үшке бөлеміз. Енді осы пиязымызды фаршымызбен картошкамызға саламыз. Қара бұрыш, тұз саламыз. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Әбден фарш жақсылап араласу керек. Жақсылап араластырып аламыз. Араластырып жатқан кезде духовкамызды 180 градусқа қойып қыздырып пісіріп аламыз. Духовкада пісіреміз. Қазір бетіне майонезбен жұмыртқаны кішкене ұнды араластырып құямыз. Енді бетіне құйғанға 2 жұмыртқа дайындаймыз. Жұмыртқамыз кішкентай түсіп кетті, қабығын аламыз. Тұз себеміз.
себеміз. Қатты көп сеппейміз. Suyu koymalcığın болу керек. Tүйіршіктері болмау керек. Tүйіршіктердің бәрін асықпай араластырып аламыз. Енді майонезімізді қоссақ болады. Кішкене майонез қоссаңыздар болады. Dayım болды. Духовкамыз қызса, тұсымызға жақсылап жүртіп аламыз. Енді картошкамызды, фаршымызды саламыз. Пиязы көбірек болған жақсы. Жайып аламыз, барлық жеріне жақсылап тұрып. Аралары ашық болып қалмау керек. Араларын кішкене жинастырып, тығыздау қылып. Так, кішкене тығыздалсақ болады. Қатты тығыздаудың да қажеті жоқ. Енді бетіне күйіп шығамыз. Тағыр араластырып аламыз.
енді қызып тұрған духовкамызға саламыз. Болды. Ал достар, картошка араласқан фаршымызбен запеканка осындай жасап, бірге жасап көрейік сіздермен.